Әрбір Барбидің өзінің қатаң функциясы бар. Барлық қуыршақтар өздерінің миссиясын мақтан тұтады. Біздің басты кейіпкеріміз қызғылт түсті Барби таңғы ұйқыдан тұрып, әдеттегідей тамағын ішіп серуендеуге аттанады. Ол пляжға келеді. Кент атты жігіт Барбиді ұнатады. Ол қызға ұнау үшін суда жүзу өнерін көрсетпек болады. Және аяғы сырғанып аспанға қарай ұшып кетеді де, жерге құлап жарақат алады. Ал оның үстінен қарсыласы қысқа көзді Кент мазақ етіп жатыр. Айтпақшы ол да Барбиді ұнатады. Сөйтіп Барби кешке барлық жігіт және қыздарды мерекелік кешке үйіне шақырады. Мереке басталды. Барлығы билеп көңіл көтеріп жатыр. Кент болса Барбиге қалай жақындауды білмей тұр. Сол уақытта Барби ойда жоқ өлім туралы әңгіме айтып жібереді. Барлығы тоқтап қалады, себебі ойыншықтар өлмейтін еді. Олар ештеңе болмағандай биді жалғастырып кетеді. Таң болды. Барби әдеттегідей ұйқыдан оянып жұмыстарына кіріскен кезде бір түрлі өзгерістерді сезе бастайды. Қысқасы кешегі өлім туралы ойдан кейін ол өзін барған сайын бір түрлі сезіне бастайды. Барлығы бұрынғыдай емес, ол адам сияқты ойға